Ағымдағы жылдың 8 ай бойынша отын энергетика саласы оң динамикасын көрсетіп отыр. Жыл басынан бері 60 миллион тоннаға жуық мұнай және конденсат өндірілді. Яғни 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,3%-ға жоғары және 8 айдың жоспарына 3,7% өсімін көрсетті. Оның ішінде 3 ірі жоба бойынша мұнай өндіру көлемі 35,8 миллион тонна құрады. Қашағанда 8,4, бұл өткен жылмен салыстырғанда 166%, теңізде 19, өткен жылмен салыстырғанда 100%, Қарашығанақта 8,4 миллион тонна мұнай өндірілді. Теңіз, Қарашығанақ және Қашағандағы тамыз-қыркүйекке жоспарланған регламенттік жөндеу жұмыстарына байланысты мұнай өндірудің өсу қарқыны осы айда біршама төмендеген, алайда келесі 4-ші тоқсанда өсу қарқыны қалпына келеді деп күтілуде. Мұнай экспортының көлемі 48,4 миллион тоннаға жетті. Бұл былтырғы сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,2%-ға артты. Ал мұнай өңдеу көлемі 10,4 миллион тонна құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4%-ға жоғары және жоспардан 0,1% өсім көрсетті. Мұнай өңдеу зауытында 73 миллион тонна көлемінде мұнай өңделді. Былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,8%-ға жоғары және 8 айдың жоспарына 3%-ға артылып отыр. Ішкі мұнай өнімдерінің нарығы тұрақты, жанар-жағармай тапшылығы орын алған жоқ. Ағымдағы жылғы 10-шы қыркүйектегі жағдай бойынша АИ-92 маркалы бензиннің орташа бағасы литр үшін 155,7 теңге, дизель отынының литр үшін 187,1 теңгені құрайды. Жанар-жағармайдың қалдық қоры ішкі нарықтың қажеттілігіне жеткілікті көлемде. Бензин бойынша 317 мың тонна, бұл 25 күнге жетіп отыр, және дизель отыны 233,6 мың тонна болып отыр, ол 18 күнге жеткілікті. Ауыл шаруашылығының күзгі егіс жұмыстарына 394 мың тонна дизель отыны бөлінді, оның 206 мың жеткізілген болатын. Ауыл шаруашылығы министрлігінің тапсырысына сәйкес энергетика министрлігі тарапынан дизель отынның қажеттілігі толық көлемде орындалуда. Жыл басынан бері 37,2 миллиард текше метр газ өндірілді. 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,9%-ға артты, ал 8 айдың жоспарына 6,3% өсімін көрсетті. Ал газ экспорт көлемі 14,2 миллиард текше метрді құрады. Бұл былтырғы сәйкес кезеңімен 27,4%-ға жоғары болып отыр. Сұйытылған мұнай газының өндірісі 2 миллион тонна құрады, яғни 2017 жылдың сәйкес кезеңімен 4,3%-ға артты. Мұнай битумы өндірісі 590,5 мың тонна көлемінде, бұл былтырғы сәйкес кезеңіне 20%-ға жоғары. Электр қуатының өндіру көлемі 71 миллиард киловатт сағат құрады. Бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,5%-ға жоғары. Көмір өндіру көлемі 69,8 миллион тонна құрады және былтырғы сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,3% өсімін көрсетіп отыр. Уран өндіру көлемі шамамен 14,2 мың тонна құрады және былтырғы сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,7%-ға төмендеді. Бұл көрсеткіштің жоспарлы төмендеуі әлемдік нарықта уранның қолайсыз бағасына байланысады. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, отын энергетика саласындағы негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша жұмыстар тұрақты бақылауда. 4-ші тоқсанда мұнай өндірудің өсу қарқыны қамтамасыз етілетін болады.